Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің эфирімізде пастаның жасалу жолы және мел, волоконовка и песчанка. Паста қалай жасаймыз? Кішкене осындай пиала болсын, үлкендеу кесе болсын, мен шағын ғана қылып жасайын деп жатырмын. Глинаны саламыз, глина тез ериді. Менде қазір бүгінге голубая узбечка. Бұл өзі негізі голубая узбечка, өзінің текстурасы соленый және чердейка екіге ұқсайды. Қаттылығы жаңағы несі. Қараңыздар, уже бізде еріп жатыр, процесс кетіп жатыр. Қазір мен бұның кішкене суын төгем, потому что бұл біздің кесекке өте көп. Слишком сұйық болып кетеді, ал бізге кішкене қоюлау вариант керек. Дайын болды глинкамыз. Көп суға кішкене ғана салуға болмайды, өйткені ол сұйық болып кетеді. Және азғантай суға көп салуға болмайды. Ол получается, жаңағы қазақша айтқан кезде бұғып қалады. Мінекей, бізде осындай бір әдемі глина пайда болды. Сулары бар, бірақ ол ничего, қазір араластырсақ кетіп қалады.
Негізі голубая узбечка өзі текстурасы дәмі жағынан өзі жирный и өте соленый болып келеді. Песчанка чуть жирнылау, сливочный вкус бар, бірақ та волоконовка өзі құрғақ. Кстати, мен заказым әлі алмадым, бірақ келіп қойды. Енді барып алып кету керек. Кішкене сабақ басталып, бала шағамыз әр тас бер тас үшеу қатардан сабаққа барып деген сияқты не до себя болып жүріп қой. Сау болыңыздар.